Фильм екі полицейдің жол бойында тұрғаннан басталады. Дәл сол сәтте метеорит жерге қарай зулап келеді. Полицейлердің біреуі құстың жылдамдығын тексеріп көреді. Бұл оның қасында қалғып отырған әріптесін қатты таңғалдырады. Екі салғырт полицей метеориттің дәл арт жақтарына құлағанын мүлде байқамай қалды. Осыдан кейін бізге шағын тыныш қала мен оның тұрғындары туралы шағын монтаж көрсетіледі. Содан соң мектепте жұмыс істеп жүрген басты кейіпкерлердің бірі Старламен танысамыз. Ол бір мұғаліммен сөйлесіп тұрғанда, оның қызғаншақ күйеуі Грант келіп, оны үйге алып кетеді. Полиция бастығы Билл мен оның айт, бірақ Билл оны қорғайды. Кешкісін Грант Старламен жақындасуға тырысады, бірақ оның зауқы жоқ. Ол қанша әрекет етсе де ештеңе шықпайды. Ақыры ол қолын бір сілтеп, серуендеуге шығып кетеді. Грант барға барып, онда Бренданың назарын аударады. Бренда оған айқын қызығушылық танытады. Біраз ішкен соң екеуі орманға барып, жақсы уақыт өткізе бастайды. Бренда оны бірнеше жыл бұрын өздерінің бас әріптерін ойып жазған ағашқа ертіп келеді. Сол кезде оның Грантқа ғашық болғанын айтады. Дәл жақындасуға шақ қалғанда Грант тоқтайды. Ол жыр нәрсені байқайды. Ол артында із қалдырып кетіпті. Грант пен Бренда сол ізіне еріп, Гранттың кеудесіне кіріп кетеді. Қорыққан Бренда оның жерге құлаған көреді. Ал жәндік оның миына дейін енеді. Грант орнынан тұрса да ештеңе айтпай, баяу кетіп қалады. Үйге келген соң ол дереу тоңазытқышты ашып, ет іздей бастайды. Ертеңіне Старла Гранттан кешірім сұрайды. Бірақ Гранттың түрі бөтен адамның түріндей. Ол өзін дұрыс ұстамайды. Бөлмені қарап жүріп, олардың той суреттерін көреді. Солар ғана оған таныс секілді. Жақындаспақ болғанда Старла оның кеудесіндегі жараны байқайды. Келесі күні Старланың әріптестері оның көңілді екенін байқайды. Ол Грант екеуінің арасында біраз уақыттан бері жақындық болмағанын, ал кеше оның мүлдем басқаша болғанын, денесінің әр бөлігін зерттеген айтады. Сол арада Грант супермаркетке барып, үйге ет толы сөмкемен оралады. Старла бұл кезде жертөленің есігіне құлып салынғанын байқап қалады. Себебін сұрағанда, Грант оған туған күніне арнап бірдеңе істеп жатқанын айтады. Бірақ оның туған күніне әлі 2 ай бар. Старла кетіп қалған. Ол далаға шығып, дәмді көргендей болып, бір итке көз тігеді. Түнде ерлі зайыптылар жыл сайын өтетін бұғы маусымының басталу құрметіне арналған Дир Шир шарасына дайындалады. Старла душ қабылдап жатқанда Грант өзінің жағдайы нашарлап бара жатқанын байқайды. Ішіндегі бір нәрсе оны бір нәрсе істеуге итермелейді. Ол Старланың жанына барғанда кеудесінен 2 қармақ тәрізді шеңгел, яғни ол жерде кездесетінін айтады. Старла ренжігенімен тірі қалғанына қуанады. Дир Шир шарасында Билл Старланың жалғыз келгенін байқайды. Әріптесі Уолли оны әлі күнге дейін Старламен байланыс орындалмаған үшін мазақ етеді. Ал осы уақытта Грант Брендаға келеді. Бренда оны көріп қатты қуанады. Олар жақындаса бастағанда Грант өз кеудесіндегі қорқынышты өзгерістерді көрсетеді. Бренда үрейленіп қашуға тырысады, бірақ Гранттың мүйізгектері оны ұстап алып, денесіне бір зат енгізеді. Ол трансқа түсіп қалады. Билл мен билеп біткен соң Старла үйге оралады да сұмдық түрде түрі бұзылған Грантқа кезігеді. Грант мұны ара шаққаннан болған аллергия деп түсіндіреді және дәрігерге көрінген айтады. 1-2 ибупрофен бәрі өтеді дейді. Бірақ келесі күні Старла дәрігерге қоңырау шалғанда, ол Грантты 1 жылдан бері көрмеген айтады. Үйге қайтып келе жатып Старла жоғалған. Сол кезде Билл мен Уолли Старлаға келіп, Бренданың жоғалғанын хабарлайды және Грантты көргісі келеді. Бірақ ол үйде жоқ. Олар кеткеннен кейін күмәнданған Старла жертөлені тексеруге бел буады. Бітті дегенде ол есікті сындырып ашып, түрлі жануарлардың, соның ішінде жоғалған үй жануарларының бөлшектеніп шіріп жатқан денелерін көреді. Қорыққан ол Биллиге қоңырау шалады, бірақ ол жауап бермейді. Сол сәтте терезе сыртында тұрған Грант мүлде қорқынышты кейіпке енген. Полиция Грантты ұстауға тырысады. Енді олар оны әзілдеп кальмар деп атайды. Мэр оларға халықты ұқсайсың ғой дейді. Полиция Гранттың шабуыл үлгісін анықтайды. Олар оның келесі нысанасы бір отбасының фермасы болуы мүмкін деп шешімге келеді. Олар Грант келетінше сол жерді турулдап, келген кезде ұстап тергеуге алмақшы. Бәрі қаруланып оқиға орнына аттанады. Билл кеткелі тұрғанда Старла келіп, егер олар Грантты тірідей ұстағылары келсе, онымен бірге бару керектігін айтады. Оны қармақ ретінде қолдану керек. Билл амалсыз келіседі. Түн болады, бірақ әлі ештеңе болған жоқ. Старла мен Билл бірге отырып, бала кезде Старланың онымен қашып кетпек болған еске алады. Старла Голливуд жұлдызы болғысы келген, ал Билл оның қорғаушысы болмақ еді. Кенеттен Грант пайда болады.
Бірақ оны енді Грант деу қиын. Ол сиырдың тамағын орып сүйреп кетеді. Билл сірейіп қалады. Старла әрекетке көшіп Грантқа жақындайды. Қалғандары жан-жақтан қоршап қаруларын кезінеді. Старла оны сабырға шақырып, некенің қасиетті ант екенін, қандай жағдай болса да қасында болатынын айтады. Бірақ бір ыстық қанды офицер бәрін бүлдіреді. Ол мылтығын сермеп Грантты қорқытады. Лезде Грант оның кеудесін тіліп түседі. Әзіл емес, шын жара. Осыдан кейін барлығы Грантқа оқ жаудыра бастайды. Грант жыланша сырғып, көз ілеспес жылдамдықпен қашып кетеді. Олар соңынан еріп, ішінен сасық иіс шығып тұрған сарайға келеді. Билл құлағын есікке таққанда бір әйелдің азаппен ыңырсып жатқан естиді. Есікті бұзып кірсе, алып шардай ісініп кеткен Бренда. Аштықтан қиналған ол Биллден бір жапырақ ет сұрайды. Алайда жағдай күрт нашарлайды. Оның ішіндегі ағзалары қимылдай бастайды. Бір сәтте терісі жарылып, жүздеген, тіпті мыңдаған жыланша жорғалайтын құрттары сыртқа атқылайды. Олар офицерлерге жабылып, ауыздарына кіріп кетпек болады. Кейбірі тез есін жиып, ауыздарын жауып үлгереді. Құрттар асығыс қашып кеткенше барлығы шыдап тұрады. Келесі көріністе әлгі отбасының үйі. Үлкен қыздары Кайли ваннада рахаттанып отыр. Сол сәтте бір құрт терезеден кіріп, суға қарай таянады. Ол Кайлиге жақындап келеді. Бірақ қыз байқап қалып секіріп шығады. Құрт оның аузына жартылай кіріп үлгереді. Екеуі арпалысады. Сол сәтте Кайли бөтен ғаламшарлардағы осы жәндіктердің өткен өмірін және Гранттың соңғы әрекеттерін көз алдына көріп тұрады. Ақыры құртты аузынан жұлып алып қабырғаға лақтырады. Құрт қайта жақындай бергенде, Кайли шаш түзеткіш үтікпен оны қуырылып кеткенше басып қояды. Сосын жүгіріп шығып анасына айғайлайды. Анасы қан құсып қыздың үстіне құлайды. Кайли сіңлілерін тексерсе, олар да жұқтырылған. Шатырына шығып секіріп түсіп, көлікке қарай қашады. Бірақ кілт шейінде құрттар көлікті қоршап, ішін қараңғылыққа толтырып, Кайлиді тұзаққа түсіреді. Бұл кезде Билл әлгі отбасының үйге келіп, Старлаға өзінің мылтығын береді. Олар жараланған офицерлерге көмектесіп жатыр. Біраз уақыттан кейін Уолли орнынан тұрып, Старлаға жақындайды. Бірақ сөйлеп тұрған Уолли емес, Грант. Бұл мақұлық құмырсқаның ұясы тәрізді бір тұтас ақыл оймен жұмыс істейді. Грант істегендері үшін кешірім сұрап, бұл оның табиғаты екенін түсіндіреді. Басқа офицерлер де оянып, әйел офицерді ұстап алады. Старла мылтықты кезеп Грантты тоқтатуды талап етеді. Ол бұны бопса деп ойлайды. Бірақ Старла шындап тұрған, ол зомбилеген Уоллидің басын жарып жібереді. Басқалары жақындай түседі. Кайли жүгіріп шығып Биллдің жанына өтеді. Кенеттен бірнеше зомби арт жағынан тап береді. Олар екеуі шабуылдан қашып Биллдің көлігіне жетеді. Қашып бар жатқанда Билл Старла мен Джекті көріп, бір зомбиді қағып түсіреді. Старла оны аяусыз аяқтап тастайды. Бәрі көлікке отырып қала қарай бет алады. Жолда Билл өзінің көмекшісіне хабарласады. Бірақ Шелбидің өзі мәселесі бар. Ол да зомби. Кайли көрген көріністерін айтып, өзі біраз уақыт сол мақұлықтың санасының бір бөлігі болған айтады. Қалаға кіргенде Грант енді Шелбидің денесінде, оларға көліктен сүйреп шығарады. Билл оларды қуып жетіп, Кайлиді құтқарады. Бірақ Джек ажал құшады. Екеуі полиция бөлімшесінің сыртындағы бұталардың артына жасырынады. Билл, егер Грантты өлтірсем, басқаларда өледі деп түйіндейді. Ол ішке кіріп, бұрын тәркіленген гранатын іздейді. Көмек шақырмақ болғанда, кенеттен зомби құтыр оған тап береді. Ол Биллді терезеге соғып шайқап тастайды. Кайли терезе арқылы көріп, араласып, құтырды өлтіреді. Билл гранатаны алып үлгереді. Келесі көріністе Старла, зомбилер оны жуындырып төсекте жатқызуда. Сыртта Билл барлық зомбилердің Гранттың үйіне қарай жетіп жатқанын байқайды. Ол да соған барады. Старла оянып, жұқа көйлек киіп, еш жол жоқ екенін түсінеді. Шаш тарайтынының қару етіп алады. Үйді аралап қонақ бөлмеге кіргенде, алып сұмдық киіп киінген Грантты көреді. Билл мен Кайли артқы аулада бақылап тұр. Кайли көрген елестерінің оның Грант екенін түсінеді. Олар бір зомбидің Гранттың денесіне сіңіп жатқанын көреді. Сол сәтте Билл Старланы көріп, әрекетке кіріседі. Кайли артынан ереді. Грант Старланы опасы. Старла кешірім сұрап, бірге боламыз деп уәде береді. Ол Грантқа жақындап, сүйеніп тұрғандай болып, жасырын пышағымен оның мойнын осып жібереді. Бірақ Грант оны лақтырып жіберіп, қылқындырады. Билл кіріп келіп, гранатаны көтереді. Бірақ Грант оны қағып түсіреді. Граната бассейнге түсіп, жарылып кетіп, іске аспай қалады. Жоспар Б. Грантты өлтіру. Гранттың мүйізгегі Биллді түйреп өтеді.
Бірақ Билл басқа мүйізгекті пропан баллонына жалғап үлгереді. Баллонның клапанын ашып, Гранттың денесін газға толтырады. Грант Биллді сүйреп үйге қарай тартып бара жатса да, Билл соңғы күшімен Старлаға атып жібер дейді. Ол оны атып, тапсырманы орындайды. Бәрі бақытты өмір сүрді деп ойлаған едіңіз бе? Жоқ, әзіл. Жұқтырылғандардың бәрі қаза табады. Билл тірі қалады. Кайли түсіндіреді екен. 3 тірі қалған адам күнге қарай бірге кетіп бара жатыр. Осылайша фильмнің соңына жеттік.